Ассаламағалейкум, арма қазақ елі, аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыұлы. Бүгін сіздерге адам мүмкіндігінің шегін бұзған тұлға жайлы айтпақшымын. Шөл даланы жүгіріп өткен, Гиннестің рекордтар кітабына 7 рет енген жалғыз қазақ. Ол әрине әлемге аты мәшһүр Марат Жыланбай. 1990 жылдары Сахара Қарақұм үнді шөлін тоқтаусыз жүгіріп өтіп, 7 шөлді бағындырып, 7 рекорд жасаған қазақ. Бұл құр марафон емес еді. Бұл ерік жігердің, рухтың, ұлттың жеңісі болады. Марат аға спорттық мансабын аяқтаған соң халықтың сөзін сөйлейтін жолға түсті. Саясатқа келді. Алға Қазақстан оппозициялық партиясына қосылып, жүйелі өзгеріс, әділетті сайлау, сөз бостандығын талап етіп, халықтың хақысын сұрады. Бірақ сол үшін 2023 жылы ол тұтқынға алынды. Айыбы күлкілі еді, экстремизм насихаттаушы екенбіз. Шын мәнінде ол ешқандай да заңсыз әрекет жасаған жоқ еді. Ол тек әділет сұрады. Бейбіт жолмен ашық анық халық алдында болды.